Қайырлы күн достар. Біз бүгін міне Тарбағатай тауында жүрміз. Соның ішінде Шымырлы дейді. Қайырлы күн достар. Біз бүгін міне Тарбағатай тауында жүрміз. Соның ішінде Шымырлы дейді. Мынау біз тұрған міне мынау Әшірбай сайы деп аталады екен. Ең биік, ең терең сай екен. Жаңа машинамен түскен кезде жыбырлап отырып түстік. Мына жерде өзен бар екен міне. Мен бұл жерге алдыңғы бір келген кезде Боздың көлі деген жерге келгенбіз. Қызылқора, Боздың көлі мынау. Міне. Бұл жерде міне су деген күркіреп ағып жатыр. Қандай тамаша. Тап-таза су, мұздай суық. Таудың басындағы бастаулардан ағатын, бастаулардың бары қосылып, міне күркіреп жатқан өзен. Табиғат сондай тамаша. Таулар биік. Қазір мына менің артымда тұрған сайдың мына жақта бүлдірген өсетін жер бар. Ар жағында Аршалы бет. Қазір атпен барып, сол жақтың барлығын көріп түсіретін боламыз. Мына жерде міне Мадық ағамыз жүр, кезінде осы жерде болған. Кезінде осы жерде өскен. Жон деген жігіт міне. Сен осы жер туралы бір айтып берсеңші енді. Білетіндеріңіз болса. Егер қыстырса. Айта беріңіз. Енді біз енді осы жерде өстік. Өткен жолы келгенбіз. Келгенде енді ана Шымырлыдан Боздың көлінен қайтқанбыз. Енді бүгін міне Әшірбай сайына келіп тұрмыз. Енді алдағы жоспарымыз мына жердегі Сабанбайдың Қабдолдасының сауда тасы дейді. Соған барып келейік деп тұрмыз. Мына Аршалы бет арқылы қазір атпен шығып қалып тұрмыз. Аршалы бет. Енді біз өмір бойы осы Аршалы бетте жүрдік. Аршалы бетте отырдық. Одан сауда таста отырдық. Шымырлыда отырдық. Енді мына жерде мынау Әшірбай сайы деп аталады. Бұнда көбінесе кезінде жартылай қойшылар бәкейдің осы сайдың аяғы. Аяғы чатқа ұласатын жер. Мынадан асып түсер жалпақ жұрт деп кетеді ары қарата. Енді осындай Тарбағатайдың таулары бар. Кезінде осы Қарасу қой совхозының жері болған. Мынау міне Аршалы бет. Мынау Арғанаты. Мынау Тесік тасыны. Сауда тасқа кек қалдық. Міне тұр сауда тасы. Сабанбайдың сауда тасы міне. Бұйырса қазір жетеміз уже. Сабанбайдың Қабдолласының сауда тасы деген жерде. Міне жерде екен. Осы жерде стол сияқты үлкен сияқты тастар көп екен. Осы жерде Қытаймен кезінде сауда жасаған дейді. Соған таудың басында 2 сағат атпен жүріп зорға деген жеттік. Келдік ар жағы Қытайдың шекара санатына. Тесік тас қазаны.